Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге тоут сумкасын тігіп үйренетін боламыз. Өте оңай, қазіргі таңда өте актуалды сумкалардың бірі. Тоут сумкасына қосымша етіп, клатч сумкасында екінші сабақта үйренетін боламыз. Қараңыздар, өте әдемі, тамаша, кішігірім. Сөмкенің тігісін қараңыздар, қандай сапалы. Дәл осындай сөмкені сіздер де тіге аласыздар. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Бірге болыңыздар. Достар, тоут сумкасын тігу үшін бізге кез келген мата қажет. Жұқасы болсын, қалыны болсын. Қазіргі таңда көбі дак матасынан тігеді. Ал мен сіздерге осындай жұқа хыбы лен матасынан тігуді көрсетемін. Достар, бізге ені 56 см, ұзындығы 86 см-лік осындай қиынды қажет. Осыны қиып дайындап аласыздар. Содан кейін дәл сондай размерде бізге дублерин қажет, достар. Мінекей қараңыздар, қалың дублерин, қалыңдығы, бұның да ені 56, ұзындығы 86. Енді біз келесі кезекте осыны үстіне қойып, жақсылап үтіктеп, осыны жапсырып аламыз, достар. Мінекей бірін үстіне бірін қойып, осылайынан жақсылап екеуін ыстық үтікпен басып жапсырып аламыз. Достар, мінекей қараңыздар, екеуін жақсылап үтіктеп біріктірдік. Матамыз қараңыздар, енді қалың болды. Ендігі кезекте осыны бір-біріне қаратып, ұзындығынан, мінекей, бір-біріне осылай қаратып, екі жағынан түзу тігіс түсіреміз. Тек ұзын осылайынан екеуін біріктіріп тігеміз. Ал ендеше тігуге барайық. Ал мінекей достар, шетінен 1 см қалдырып, ұзыннан тігеміз. Басында, соңында закрепка жасауды ұмытпаймыз. Мінекей достар, екі жағынан тігіп алдық. Ендігі кезекте сөмкенің астын жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Мінекей, тең ортасын осылай ашып, қазір. Мінекей. Тігісті, мына жердегі бүктелген астыңғы тігіспен мына тігісті теңестіріп аламыз, достар. Теңестіріп, осыны түйреп аламыз. Мына асты мен мына сызық бірдей болу керек. Мінекей достар, үстіңгі тігіс бойымен астыңғы бүктелген жерін бірдей теңестіріп алдық. Ендігі кезекте осының үстінен екі жағынан 7-7 см-ден 14 см өлшеп аламыз. Осылайынан сызып аламыз. Дәл солайынан екінші бұрышында қайталап, осының үстімен тігіс түсіретін боламыз, достар. Мінекей дәл осылайынан екінші бұрышында сызып аламыз. Ал мінекей достар, 7 см-ден 14 см-ді ұзыннан сызып алдық. Енді осының бойымен тігіс түсіреміз. Мінекей достар, қараңыздар, екі жағын тігіп алдық. 7 см-ден 14 см. Енді соған 1 см жеткізбей, астын қиып алып тастаймыз. Ол бізге керек емес. Мінекей алып тастадық. Келесі кезекте, достар, енді осының бойымен 5 см өлшеп алып, осыны 5 см-ге қайырып, үтіктеп аламыз. 5 см-ге екі жағынан да сызамыз. Енді осыны бүктеп, үтіктеп аламыз айналдырып. Достар, қараңыздар, сөмкеміздің жандарын 5 см-ге үтіктеп алдық. Ендігі кезекте астын үтіктейміз. Қараңыздар, біз астын 14 см қалдық қой. Соны мына бұрышына дейін бірдей етіп үтіктейміз. Бұлайынан астын. Екінші жағында дәл солайынан бір-біріне бұрышына дейін үтіктейміз. Содан кейін жанын үтіктейміз, достар. Бір жағына тігістен былай қаратай 7 см,
содан кейін мына жағынан 7 сантиметр. Сонда бізге сөмкеміздің жаны осылайынан өстіп сөмкеміздің жаны мен асты пайда болады. Ол үшін сіздерге ыңғайсыздық тудырып жатса, осыны алдымен сызып алыңыздар. Нүктесін мінекей белгілеп, осылайынан бір бұрышына дейінгі нүктені белгілеп, сосын сызғыш қойып, сызғышпен сызып алсаңыздар болады. Сонда сіздерге ыңғайырақ болады. Осылайынан сызып алсаңыздар болады. Мен бірден осылайынан қолмен ұстап, осылай қолмен басып белгілеп, үстінен бірден үтіктей беремін. Ал мінекей достар, қараңыздар, сөмкемізді жақсылап үтіктедік. Мінекей екі жағынан 7 сантиметрден және де асты 14 сантиметрлік. Мінекей сөмкеміз пайда болды. Жақын, мінекей асты қараңыздар. 14 сантиметр, жандарынан 7 сантиметрден және ішкі жағын 5 сантиметрге барлығын қайырып алдық, үтіктеді. Ендігі кезекте біз сөмкемізге бауын тігетін боламыз, ұстағышын тігетін боламыз. Ұстағыштың ұзындығы 45 сантиметр, ені 7 сантиметрден осы екі қиындыны қиып, бір-біріне қаратып, ұзыннан тігіс түсіріп тігіп аламыз достар. Мінекей достар, ұзыннан тігіп аламыз. Содан кейін түйреуішке өткізіп, осыны арғы бетке дәл осылайынан айналдырып үтіктейтін боламыз. Мінекей аударып, енді осыны тең ортасына әкеп, жақсылап үтіктеп аламыз достар. Ал мінекей достар, келесі кезекте ұстағыштарымыздың ішіне дублерин өткізетін боламыз. Оны қалай өткіземіз? Дәл сондай ұзындықта ені 2,5 сантиметр етіп дублерин қиып аламыз. Алдын дөңгелетіп қиямыз, себебі өту үшін ыңғайлы болады. Содан кейін түйреуішке өткізіп, осының ішіне кіргіземіз. Мінекей достар, енді осыны өткізіп алғаннан кейін, осының үстінен ыстығы түкпен жақсылап басып, бір-біріне жапсырып тастаймыз. Ал мінекей достар, сөмкеміздің екі ұстағышын дайындадық. Одан кейін сөмкенің дәл ортасын белгілеп алыңыздар. Ортасына біз осындай кнопка орнататын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге осындай екі бөлшек қажет. Ені 8 сантиметр, ұзындығы 10 сантиметр. Осыны бір-біріне қаратып, ұзыннан тігеміз. Мінекей осы екеуін қазір ұзыннан тігіп алып, үтіктеп аламыз достар. Ал мінекей достар, ұзын бөлшегімізді тіктік, үтіктедік. Содан кейін бір-біріне тағы да бір бүктеп, үтіктеп аласыздар. Мінекей сонда осындай 4 бұрыш шығады. Ендігі кезекте бізге осы жерге ортасын тауып алуымыз қажет. Осы бөлшектің ол бізде 5 сантиметр. Мінекей 2,5 сантиметрді белгілейміз. Содан кейін мінекей мынаның қашықтығы 1 сантиметр екен. Осы жерге мінекей тең ортасынан екі жағына 1 сантиметрді өлшеп аламыз. 1 сантиметр, яғни ол мына жерде. Мінекей белгі орнаттым. Келесі кезекте екіншісінен тағы да сіздерге көрсетейін. Тең ортасы мінекей мына жерде 5 сантиметр. Мінекей достар, тең ортасы 2,5 сантиметр. Мына жерде қазір мен қаламмен көрсетесін, көрінбей тұр. Бірақ түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Мелмен көрсетем, өте жуан болып кетеді. Сондықтан да мен қаламмен ғана істеп жатырмын достар, қараңыздар. 2,5 сантиметр тең ортасы. Осы жерден жанына екі жеріне 5 миллиметрден алғанда 1 сантиметрді аламыз. Осы жерге 1 сантиметрді өлшеп аламыз. Енді сол өлшегенімізді осындай сөгетінмен кішігірім сөгіп аламыз екі жерінен. Сөктік. Енді сол жерге осыны осылай өткізіп кіргіземіз. Қатты сөгілген жоқ менде.
өткіздік. Енді осы кнопканы екі жағына да бүйтсеңіздер болады, немесе ішке қарай қайырсаңыз да болады. Өздеріңіздің еріктеріңізді естіп, екі жақ шетке қайырып қоюға болады. Сонда ол толығымен қатты бекиді. Енді екіншісінде дәл солай қайталаймыз. Алдымен белгілеген жерден сөгіп аламыз. Орнатамыз. Сосын екі жағына бүйтіп қатты басамыз. Мінекей сонда біздің кнопкамыз дайын болды, достар. Мінекей қараңыздар. Мінекей дайын. Енді осыны дәл мына белгілеп алған ортаға түйреп аламыз. Мінекей. Тең ортасынан осылайынан түйреп аламыз. Енді үстіне қоямыз да дәл осыны мына жағына түйреміз. Мінекей түйреп алдық, достар. Біздің кнопкамыз дайын болды, иә. Оны қазір тігетін боламыз. Ол үшін алдымен осының жанына енді осы екі байлағышты түйреп аламыз. Шамалы жанынан 6 сантиметрден орнатсақ, мінекей 6 сантиметрден осылайынан болады. Жанынан 6 сантиметр өлшейміз. Мінекей бергі бетінен де 6 сантиметр өлшейміз. Осы жерге осы байлағышымызды түйреп аламыз. Мінекей дайын болды. Келесі кезекте екінші сағын дәл солай қайталаймыз. Мінекей, достар, барлығын жақсылап түйреп алдық, ортасын, кнопкасын бәрін. Енді осының шетімен 5 мм қашықтықта айналдырып тігіп шығамыз, достар. Ал мінекей, достар, айналдырып тігіп шықтық сөмкемізді, ұстағыштардың барлығын орнаттық. Ендігі кезекте бізге ішіне патпақ тігу керек. Мен осындай қыбы сатин матасын алдым. Мінекей, бетіне бетін қаратамыз. Бұның, достар, ұзындығы 76, 10 сантиметрге қысқа, ал ені 56 сантиметр, достар. Енді осыны дәл солайынан қайталап, осылайынан тігіп аламыз ұзыннан. Тек, достар, бір жағын ғана қайыруға алып қаламыз. Қазір астын дәл солайынан осы сөмкені тіккенде қайталайтын боламыз. 7 сантиметрге қайратын боламыз. Үшін кесіп алып тастап. Примерно осы ортасында тікпей алып қалыңыздар. Ол бізге сөмкені ішінен айналдырып алу үшін қажет болады. Ал бір жағын толығымен тігіп алып шығамыз, достар. Ал ендеше осыны тігейік, достар. Мінекей, достар, екі жағын тіктік, ортасынан мінекей айналдыруға алып қалдық. Енді дәл солайынан бағанағыдай тең ортасына әкеп аламыз осыны. Мінекей бұлай белгілейміз. Енді бізге осы жерден 7
сантиметрден екі жағынан 14 сантиметрді жақсылап белгілеп аламыз. Түбін шығару үшін. Мінекей осы жерден қазір түбін шығарамыз. Екі жағынан 7 сантиметрден 14 сантиметр. Мінекей осыны ұзыннан тігіп шығамыз. Дәл солайынан екінші жағында қайталаймыз достар. Мінекей достар, ішіндегі подкладын ұзыннан екі жағынан тіктік. Сонымен қатар астын мінекей осылайынан бағанағыдай дәл осылайынан қайталап бұрышын тіктік. Оны да 1 сантиметр қашықтықта қиып алып тастаймыз. Мінекей бұл сонда сөмкенің астыңғы түбі. Ендігі кезекте осыны мінекей іші, яғни бұл беткі жағы, соны бір-біріне осылай кигізіп орналастырамыз. Және де осының бойымен айналдыра тігіп шығамыз достар. Біріне бірін түйрейміз жақсылап. Мінекей осыларды жақсылап түйреп алып, 1 сантиметр қашықтықта толығымен айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей достар, подкладпен сөмкеміздің өзін ішіне біріктірдік, бір-біріне қаратып, толығымен түйреп алдық. Енді осыны 1 сантиметр қашықтықта айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей достар, айналдырып тігіп алдық. Толығымен енді қалдырған жерімізден осыны жақсылап айналдырып шығарамыз. Мінекей айналдырып шығарып алдық. Бұны қайтадан жақсылап қазір тіккеннен кейін тағы бір үтіктеп аламыз достар. Ал мінекей достар, жақсылап айналдырып алдық. Мінекей қараңыздар, подкладымыз барлығы ішінде. Ендігі кезекте осы мына жерде қалдырған жерімізден осындай асты 14 сантиметр, ені ұзындығы 40 сантиметрлік картон алып, осының ішінен өткізіп астына қоямыз. Асты нық тұру үшін осыны орналастырамыз. Мінекей картонымызды орналастырдық. Ендігі кезекте осы жерімізді, қалған жерін бір-біріне қаратып, 1 мм қашықтықта тігіп шығамыз достар. Мінекей достар, қараңыздар, жаңа қалған жерімізді тігіп алдық, болды. Енді осылайынан орналастырамыз. Енді қараңыздар достар, енді осы шетін толығымен осылайынан қаратып, 1-2 мм-ге толығымен айналдырып тігіп шығамыз. Содан кейін сіздер осыны айналдырып тіксеңіздер де болады, немесе осы ручкасын кресик етіп тігіп алсаңыздар да болады. Мен толығымен бір айналдырып шығам, сонда осы ортаңғы кнопкалары барлығы бекиді. Одан кейін кәдімгі сумкалар, Dior сумкасының оригиналы етіп, осы шетінен де 1 мм-ге айналдырып тігіп шығуға болады. Бұл Dior сумкаларында негізгі солайынан қайталанады. Tote сумкасы соның қайталамасы десем де болады достар. Енді осыны айналдырып тігіп шығамыз. Ал мінекей достар, сөмкемізді жақсылап айналдырып тігіп шықтық. Толығымен айналдырып, жанын 1-2 мм-ге тігіп алдық. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Іші өте кең. Мінекей қараңыздар, барлығы ішіне сияды. Жақсылап үтіктеп, игіліктеріңізге пайдалансаңыздар болады. Келесі сабақта дәл осы сөмкеге, тоут сөмкесіне ішіне клатч жасайтын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сіздермен бірге болған өнерлі ана.